Сіз бұрын осы Қазақстанға бүкіл әлемге танымал спортшы болдыңыз, иә? Менің білуімше 2008 жылы Бейжің Олимпиадасында қола жүлде бердіңіз. Содан атыңызды жақсы білем. Рахмет. Жалпы қанша уақыт болды әкім болып жұмыс істеп жүргеніңіз? Или бұл сіздің бірінші әкімдік қызметіңіз ба? Дұрыс айтасыз, мен спортшы болғам. Ауылдағы, жалпы өзім жайлы айтып кетейін. Ауылда әкем мен анам малшы болған. 11 баланың 13-сі болып отбасында өмірге келіп, ауылда тұрып өскем. Мектеп қабырғасында жүргенде спорт саласын күресті таңдадым, грек-рим күресін. Сол арқылы Құдайға шүкір дүние жүзін бірнеше зарладым. Әлем чемпионаты, мына спорттың ең үлкен биік шыңдары Олимпиадаға дейін 2 рет қатыстым. Олимпиада жүлдегері атандым. Спортшы ретінде өзімнің елге деген қолымнан келген жақсылығымды жасадым деп ойлаймын. Ал ол спортты қойғаннан кейін мен мына мемлекеттік спорт саласындағы коммуналды мемлекеттік мекемелерге барып жұмыс жасадым. Одан спорт мектептерде бастадым. Одан кейін спорт басқармада басшы болдым. Одан қазіргі уақытта Кеген ауданында саяси лауазым әкімдікте аудан әкімдігі қызметін атқарып жатырмын. Атқарып жатқаныма міне Құдай қаласа 10 ай бітіп жатыр. Сонда сіздің бұл 11 ай бітіп жатыр жұмыс. Әкім ретінде бірінші жұмысыңыз, иә? Әкім ретіндегі бірінші жұмысым. Енді бізде бір сұрақтар бар да, жаңа келе жатқан кезде айтып жатырмыз. Бізде спортшылар саяси қызметкерге ауысып жатады, мемлекеттік қызметші болып жатады. Мысалы, жаңа өзіңіз айтып отырған Ардақ Назаров бар, жаңағы Артаев бар, Бақтияр Артаев. Содан кейін Ермақан Ибраев, Дәулет Тұрлыханов ағаларымыз бар. Дәулет Тұрлыханов, бәрі осы саясатқа ауысып жатыр да. Президентіміз де спортшы біздің. Бұл неліктен деп ойлайсыз? Неге спортшылар саяси қызметке бару керек деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, мен өзім жайлы айтып берейін. Ұлтқа қызмет жасау ол білімнен емес, мінезден деген бар. Ал спортшы ретінде өзімді айтатыным, теңізге құйған бір тамшы сияқты, мен де елге қызмет жасағым келеді. Құдайға шүкір, маған Алла Тағала спорт саласында жүргенде атақты да берді, дәулетті де берді, жағдайым да төмен емес. Бірақ қазіргі мына жауапты саяси лауазымға келгенін, бұл жерге қызмет жасап жату, ол міндетті түрде оның керемет білімі болу, немесе басқа да материалды жағдай емес, ол елге деген сүйіспеншілік, өзінің патриоттық сезімі болса, ол өзінің туған өлкесіне, еліне адал қызмет жасап, қолынан келген бүткіл жақсылық жасайды деп ойлаймын. Өйткені спорт деген ол адамды тәрбиелейді. Мен сол саладан өстім. Бізде еңбекқорлыққа, шыдамдылыққа, төзімділікке және жеңіске деген сондай тәрбие болды. Осы салада да елге сондай қызмет жасау деген сондай бір патриоттық сезім болу керек деп ойлаймын. Сұрақ бар, мен сізге қоятын. Егер сіз осы грек-рим күресінен тренер болсаңыз, мүмкін беретініңіз көбірек емес пе деп ойламайсыз ба? Оны да ойлаймын. Ол жұмыспен де айналысып көрдім, федерацияда да жұмыс жасадым. Бірақ маған қарағанда, мысалы, мықты спортшы, ол мықты бапкер болу, ол екі талай. Қолымнан келетіні, мысалы, бапкерлікпен де айналысуға болар еді, бірақ мен басқа інілеріме, басқа жан-жағындағы достарыма жол бердім. Қазір барып мемлекеттегі үлкен мемлекеттік жаттықтырушы болуға болар еді, немесе бас бапкер болуға болар еді. Бірақ ол салада да мықты мамандар, менен мықтылар болды деп ойлаймын. Сондықтан өзіме ұнағаны елге қызмет жасау, осы елдің мәселесін шешіп, бір ләззат алсам деген сондай өзімнің ұстанымым бар. Қазіргі уақытта осындаймен жұмыс жасап жатырмыз. Енді сіз 11 ай болды дейсіз, бұл жерге келгеніңіз. Сіз тағайындалған әкімсіз ба, сайланған әкімсіз ба? Өйткені қазір әкімдерді сайлау кейбір әкімдер. Мен мәслихат депутаттарының тағайындауымен осы жаққа келдік. Тағайындалған әкімсіз. Жалпы әкімді тағайындау керек па, сайлау керек па сіздің ойыңызша? Мен ойлаймын тағайындау керек па деп. Өйткені сайлауда болып жатыр. Сайлауда болса былай болып жатыр. Мен өйткені өз басымнан өткізіп жатырмын. Сайлағанда дұрыс, тағайындағанда дұрыс. Бірақ бұл жерде кейбір ауылдарда әр топтағы рулар бар. Олар әрқайсысы өздерінен сайлағанды не қылады екен. Бірақ бұл жерде біз ойлаймыз, тағайындаған мықты деген азаматты таңдасақ, оны былай тағайындаған ол жеңіл ме деймін. Ары қарай, мысалы, сайлаудың кезінде көптеген сұрақтар туындалады. Ой, ол мынандай адам басқарып келе жатыр, ол ана ауылдың азаматы деген сияқты. Сондықтан тағайындап мықты маман болса, іскер адам болса, оны әкеп тағайындау керек деп ойлаймын. Жақсы. Енді сіз 10 ай бұрын келгенде, осы Кеген ауданында қандай толғақты мәселелер болды?
Енді Құдайға шүкір менің алдымдағы Талғат ағамыз өте жақсы жұмыс жасаған. Деген кісі кім, аты жөні? Талғат Ескендірұлы Баядилов деген ағамыз әкімдік жұмысты басқарған, 5 жыл әкім болған, көптеген жұмысты атқарды. Ол кісінің еңбегін халық та көріп жатыр, мен де көріп жатырмын. Ауданымыз осы бөлініп шыққаннан кейін ауданда біраз мәселелер болған. Оның бәрін шешу жолдарын 2018 жылы Кеген Райымбек ауданынан Нарынқол Кеген Райымбек ауданы Кеген ауданы болып екіге бөлінді. Шекаралық аймақтарды дамыту, осындай аудандарды арғай жандандыру бойынша солай екіге бөлініп 2018-де қайта жаңа жұмыс басталғанда Талғат ағамыз үлкен жұмыс атқарған. Енді былтыр келген кезде облыс әкімімен осы жаққа келді, тағайындалдық. Жаңағы ауданның мәселелерімен танысқан кезде облыста 1033 проблемалық сұрақ көтерілсе, соның 193-і Кеген ауданында болды. Таныстық. Енді жұмыстың бәрін бір күнде тауға апарам деп айтамаймыз. Соған жол картасы әзірленді. Сол бағытта қазір шешу бойынша біраз жұмыстар атқарылып келе жатыр. Қазіргі күні 37 мәселе шешіліп қойды. 36-сы, 87-сі орындалу сатысында, 70-сін қазір Алла қаласа шешеміз деп отырмыз. Ол бұған уақыт керек, қаржы керек. Мысалы, бұл мәселені шешу үшін бізге бәленбай миллиард сома керек. Ол деген енді мына кішкентай ауданда біздің өзіміз облыстан қаржы аламыз. Өзіміздің өнімдерімізбен емес, бізде тек қана үлкен жұмыс атқарып налог түсетін ол 5 Мойнақ кес. Ол қазір республикаға бірден қарайды. Жергілікті жерде бізге де біраз қаражат бөледі. Осындай үлкен өндіріс орталықтарын көбейтсек, болашақта бұл ауданда өзі ары қарай табысын табады деп ойлаймын. Ауданның негізгі күнкөрісі не? Ауданның негізгі күнкөрісі бұл бұрынғы кеңес одағынан да, бұрынғы заманнан да бұл табиғат осындай тамаша болғаннан бұл жерде ауыл шаруашылығы, мал өсіру шаруашылығы өте жақсы дамыған. Халқы да соған қатты бейімделген. Жаңа біз анау Ақтасты деген ауылда болғанда бір кісілер айтып жатты, бізде жекешелендіру болған жоқ дейді. Біз жердің де пайын алған жоқпыз, басқа да жаңа ненің пайын алған жоқпыз. Қазір алдымызда 5-6 малымыз бар, сонымен күн көреміз. ИП-ға жаңағы айналғаны бірнешеуі ғана дейді. Халықта ондай бір жеке кәсіпкерлік деген ондай ештеңе жоқ, тек қана өзі 5-6 мал. Бірақ проблема бар, ол жайылымдық жерлердің жекенің қолына өтіп кетуі, малды жая алмаймыз деген сияқты. Иә, ол мәселені білем. Ол 30 жыл бұрын осы егеменді алған кезде көп жерлерді, малдарды пайларға бөліп берген. Сол кезде кейбір тұрғындар ол жерді алмады, малды алмады, қалаға көшті, немесе басқа кәсіппен айналысты деген сияқты. Сол былтыр биылғы жылдың өзінде бізде жаңа айтып отырмын өзім есебінде де. Былтыр 10.561 гектар жер қорына қайтардық. Биыл 23.000 гектардың үстінде жерді акиматтың несіне балансына қайтарып жатырмыз. Оның бәрін алып ауылдық округ әкімдеріне береміз де, жаңағындай өстіп жерден қиналып жүрген, шабыстық, егістік, жайылымнан қиналып жүрген кісілерге біз пайдалануға береміз. Жекеменшік емес, пайдалануға. Сөйтіп жоспар. Қайтарудың недері қалай? Қайтарудың жолдары қазір сот арқылы бар. 20 есе налог төлеу бар. Өз еркімен бар. Жекеменшік жерлері болса бере салмайды? Жекеменшікке алып алып, егер мал өсірмесе, егін екпесе, шабыстық жасамаса, ауылдық округ әкімі бізге ақпарат ретінде береді. Біз оны аламыз да, кәдімгі жер басқармасы бар. Ол бір, одан кейін салық арқылы 20 есе салық көтеру бар. Одан кейін өзінің мақсатында бар. Сосын мына құқық қорғау органдары, прокуратураның араласымен соның бәрін қайтадан қайтарып жатырмыз. Бұл өте жеңіл болды. Мемлекет басшысының тапсырмасы, облыс әкімі тікелей қадағалап отыр. Сол бойынша біз қазір облыс бойынша ең алдыңғы қатарда жер қайтарудан келе жатырмыз. Әлі де қайтаратын жерлер бар. Оған біраз уақыт керек. Енді жаңа сіз өзіңіз айтып тұрсыз ғой, ауылда электр мәселелері бар, жаңағы желілері аз ғана ауылға тартылған, бірақ қазір аудан болғаннан кейін көбейді, сосын оның несін көтере алмай жатыр деп. Сосын екінші мәселе газ мәселесі, газдандыру мәселесі деп. Осы мәселелердің шешілуі мысалы жақын болашақта көрініп тұр ма? Болашағы жарқын деп айтуға болады. Мысалы жаңағы кейбір ауылдарға, мысалы Сат ауылын алайық. Қазір туристердің былтырғы жылға 246 мыңның үсті 300 мың деп айтайықшы. Соңға жоқ туристер келді. Ол жерде көп деген гостевой домдар, қонақ үйлер, гостиницалары бар, кафелер, ресторандар жұмыс жасап жатыр. Сатының өзінде 1000 жарымдай ғана халық бар, бірақ күніне 2000, 3000, 5000-нің үстіне халық келеді. Әсіресе сенбі жексенбі. Ол жердегі мынау электр қуатын пайдалану күші бәленбай есеге өсіп кеткен. Оны былтырдан бері көптеген мәселе көтерілді, соның ішінде электр қуаты бар. Оған қазір облыстық АЖК көңіл бөліп жатыр.
бірден енді бәрі шеше қоймайды. Оған жұмыс жүріп жатыр. Одан кейін басқа ауылдарда да бар, көбі ескірген, жаңа айтып жатыр ғой, столб құлайын деп тұр деген сияқты сондай мәселелерге қазір ауданнан біз АЖК мен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Бұны шешетін жұмыс жасап жатырмыз деген біздің осы проблемаларды жинақтап жатырмыз. Олардың басшыларымен осыны ауылға кездескенде көтерілген мәселені ұсынамыз. Мынаған олар бюджетке өтінім жасайды, оған да біраз уақыт керек болады. Ал енді шешу жолдары ауданымызда бірнеше өзендер бар. Қазір Мойнақ-ГЭС жұмыс жасап жатыр. Сол Мойнақ-ГЭСтің астында тағы да Көр-тоғай деген жерге тағы да үлкен ГЭС салу проектісі бар. Одан әр өзендерде қазір шатаспасам 7-8 маған инвесторлар келді. Өздерінің ой пікірлері мен ұсыныстарын жасады. Жаңа жерде су электр жарықтарын өндіру туралы. Оған жер беру процестері жүрді, проектілер бәрі қаралып жатыр. Алла қаласа биылғы жылдың аяғы келесі жылдары уже салынып бастайды. Болашақта одан басқа мынандай жел электр қуатын пайдалану бойынша тағы бір үлкен бір инвестор табылды. Ол да келді, оған 1 жыл уақыт керек екен, желдің есептейді барлығын. Соған жерін анықтады. Құдай қаласа ол 1 жылдың ішінде бізге нәтижесін айтып кіру керек. Егер осындай жан-жақтан су электр станциясы, жел электр станциясын көбейтсек, болашақта бұл ауданға олардың біреуі қызмет жасайды деп ойлаймын. Ал газдандыру мәселесі бұрын қозғалған, ол бойынша проектілер жүріп жатыр. Осы жерге келгелі мен уже олармен 2 рет кездесу жасадым. Қазір жобалық сметалық құжаттары айналысып жатыр. Ішіндегі өзгерістерін өткен жолы түзетулер жасап бергенбіз. Жоба құны қазір шамамен 20-30 миллиард болуы мүмкін. Бірақ ол қазір жобалық құжаттарын жасап жатыр. Ол одан кейін экспертиза кіреді, содан кейін анық болады. Бұл тек қана Кеген емес, Кеген, Райымбек аудандарындағы 2 ауданның халқына. Бірақ енді жоба құны өте қымбатқа шығуы мүмкін. Неге қымбат деп тұр? Сонда газ. Өйткені газ шелектен бері тартылғанша нелер бар, тұрбалар, құбырлары бар, басқа да жұмыстары бар, таулы аймақ болған соң қыста таулы қыраттар бар, ол өте қымбатқа түсуі мүмкін. Сондықтан сондай жобада қазір тұр. Әлі нақты шешім айтылмады, бірақ болашақта осындай су электр станциясы мен газ тартылу жобада бар. Енді сіз келген кездегі ауданның бюджеті мен қазіргі ауданның бюджетінің арасында айырмашылық бар ма? Айырмашылық бар. Былтырғы жылдарда біраз, енді жалпы 8,5 миллиард ауданның бюджеті. Былтырғы жылғы облыстық құрылыс басқармасы, жол басқармасы, ЖКХ барлығын санаған кезде 14 миллиардтай қаржы, 14 миллиардтың үстінде қаржы болған екен. Биыл 20 миллиардтың үстінде қаржы бөлініп отыр. Ол биылғы жылмен былтырғы биылғы келесі жылғы өтпелі кезеңмен санағанда. Бұл деген көптеген жұмысқа бастаулар алып жатыр. Бұл айырмашылықтың мысалы сыры неде? Мысалы сіздің жоғары жаққа сүйкімді болуыңыз қатысы бар ма? Жоқ, әкімдерге қатысы бар ма? Неге ондай былтырғы жылы мен қазіргі жылдың арасында үлкен айырмашылық? Ол айырмашылықты өйткені былтырғы жылы жобалар көп жасалған, қағаз нелер, сол құжаттар дайын болғандықтан біз оған өтінімді дұрыс жасай білдік деп ойлаймын. Сол бойынша енді ол бюджетте қазір жалпы біздің облысымызда ғана емес, ол Қазақстан бойынша үлкен мәселелер бар. Оны өздеріңіз білесіздер, батыс аймақта бізде қазір су тасқыны болды. Көптеген адамдар зардап шекті. Қазір ол жаққа да көп көңіл бөлініп жатыр. Енді бұл жерде тағы жаңа газды айттық, суды айттық. Енді бізде ауыз су проблемасы. Ауыз су проблемасына қатысты бізде Минбер сайтынан бірнеше рет материалдар жарияланды. Және мердігерлердің мәселесі. Осы ауыз суға қатысты. Жаңа да мына жерде ауыз суды көтеріп жатыр. Сіздер магистральный ауыз суды тартамыз, бірақ үйге кіргізіп бермейміз деп жазсыздар. Осы мәселеге қатысты. Ауыз су мәселесі, 11 ауылда ауыз су мәселесі бар. Сол 11 ауылдың ауыз су мәселесін шешу бойынша былтырғы жасалған жобалық сметалық құжаттардың 6 ауылы дайын. Оның 2-інің экспертизасы шықты. Биылғы жылы 5 ауылға жобалық сметалық құжаттарға қаржы бөлдік. Ол да биыл жылдың аяғынан экспертиза шығатын болса, биыл келесі жылы 2026-ға дейін бұл жұмыстар жалғасатын болады. Алдағы тамыз айындағы үлкен маслихатта республикаға біз өтінім жолдаймыз. Мемлекет басшысының да тапсырмасы бар, ауыз су мәселесін шешу деген. Бұл бойынша біз ең алдыңғы кезекке қойып отырмыз. Ал жаңағы бұл ауылдағы көтерілген мәселе, ол көшедегі тұрбалар жарылған. Оны ауыстыруға, оны қарастырып береміз, ол қиын емес. Ал біздің жалпы бізге кіретін, біз көшемен үйдің қасынан өткізіп береміз, ал үйіне дейін тұрғындар өздері кіргізу керек. Әр үйге 5000 үй болса, 5000 үйге біз тұрба кіргізбейміз ғой. Сондықтан біз оның есік алдына дейін әкеліп береміз, арғай оның өзінің жұмысы болады. Сіздер орташа бағасын білмейсіздер да, оның қанша шығын кетуі? Үйге кіргізу ма? Ол көп те емес, ол бір көп болса бір 20-30 мың теңгесі кететін шығар халықтың.
жолға да қатысты бұл ауылдарда үлкен проблемалар болған, жолды жапқан кездері болған. Одан кейін тағы да Қазавтожолмен және облыстық жолдар бар, ауыл арасындағы жолдар бар. Осыған байланысты Бұл жол туралы мәселе біздің ауданда да өте күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Жалпы жол біздің ауданда 775 шақырым жол бар. 775 шақырым жол бар. Ол республикалық маңызы бар жолдар болып, және облыстық маңызы бар, және ішкі жолдар аудандық маңызы бар жолдар болып саналады. Ішкі жолдардың ішіне біз ауылды елді мекендердің ішіндегі көшелерді жасаймыз. Ол бойынша жаңа айтып кеттім, 18 ауылдың үстінде қазір былтырғы жыл өтпелімен, биылғы келесі жыл өтпелі кезеңмен жұмыстар жүріп жатыр. Ал ауыл мен ауылдың ауданның орталығындағы жолдар ол облыстық маңызы бар болып саналады. Биыл облыстық жол басқармасы арқылы Тұйық ауылына 21-де 5 шақырым жолға асфальт төселіп жатыр. Былтыр 3-4 ауылға осындай жол жасалған. Тағы да 4 проектіміз бар. 4 ауылдың ішінде ол жол басқармасы арқылы облыстық жолдар жасалып жатыр. Ал ішкі жолдар ауданның несімен атқарылып жатыр. Ал ең күрделі мәселе ол біздің мынау Көкпектен шыққандағы Кегенге дейін, Аласаға дейін, Аласаның іші бар, Қайқы жолы бар. Одан кейін мынау Сатыға кетіп баратқандағы біраз бұзылған жолдар бар. Одан кейін Кеген мен Қарқараның ортасы, Кеген мен Нарынқолдың ортасындағы біраз жолдар республикалық маңызы бар жолдар болып саналады. Біз оны жергілікті мәслихаттың депутаттары бар, әкімшілік бар, тұрғындар ретінде бір емес бірнеше рет көтердік. Сол бойынша облыстық Қазавтожолдың басшысы келді ауданға, бүткіл жолмен танысты. Жол министрімен жиналыс өтті онлайн. Одан біз өзіміздің де ойларымызды айттық, ұсыныстарымызды айттық, ол кісілер де жолдарын айтты. Келді, бүткіл жолды анықтады, қалай жасалады, қай уақытта бітеді деген сияқты. Қазіргі күні 2024-тің осы қыркүйек айларына қарай құжаттары бәрі бітетін болса, жолдары басталады. 2025-тің аяғына дейін толық аяқтаймыз деп ол кісілер сөз беріп отыр. Жақсы, рахмет. Енді сіз негізгі күнкөрісіміз мал дедіңіз. Малдың басы қанша сіздерде? Санағы бар ма? Малдың басы бар. Жаңа айтып кеттім. 47 мың ірі қара, 31 мың жылқы, 187 мың қой ешкі малы тіркелген біздің ауданда. Жалпы халықтың бірінші табыс көзі де, күнкөріс көзі де осы малға таулаймақ болғаннан кейін осындай болып тұр. Комбинат бар деп отырсыз. Тағы басқа да малдан алынатын өнімдер бар. Соның ішінде ақтағам өнімдері бар. Соның өнімін өндіретін немесе өңдейтін зауыттар бар ма? Зауыт жоқ, бірақ қазір осы малдың Талас СПК деген үлкен бізде жеке шаруашылық серіктестігі бар. Ол кісілер қазір малдарын қайтадан асылдандырып, сүтті бағытта жұмыс жасап жатыр. Күніне 1000 тонна, 1 тоннаға жуық сүт өндіріп жатыр. Бірақ сүтті өндіргеннен кейін сүт өнімдеріне әлі ештеңе ашылмады, бірақ сүтті тасып жаңағы сүт өнімдерін содан шығарғалы жатыр. Бірақ әлі енді қолға тоқа сүтті ғана өндіріп жатыр болды. Соңғы сұрақ, бізде әкімдердің уәдесі деген өзіміздің неміз бар, айдарымыз бар. Сіз әкім болып келген кезде қандай уәде бердіңіз? Ал енді сол уәделеріңіздің ішінде орындалмауы мүмкін уәде бар ма? Мен ешкімге уәде берген жоқпын. Менің уәдем адал қызмет жасау, қолымнан келген жақсылықты жасау деген ғана уәдем бар. Енді сіз 2025-те түсесіз бе әкімдікке? Енді ол халық қалап жатса, халыққа керек болып жатса, жұмысымыздың бәрі оңды болып жатса, оны көре жатармыз. Бірақ ешқашан сөз бермеймін. Жақсы. Егер түсетін болсаңыз, қандай уәде бересіз? Уәде бермеймін, өйткені іспен көрсету керек деп айтамын.